Көрініс қалай? Айтқан мистикалық тосқауылдарың көрінбейді. О, жақындағанда өзі ақ көрінеді. Жағдайың жақсы ма? Қаншама жылдан кейін алғаш рет жақсы күйдемін. Мені құдайлар мен құбыжықтар арасынан лақтырып жіберіп, болашағымды білгелі бері алғаш рет таза ауамен осылай тыныстап тұрмын. Басымнан өткен қаншама қиын сәттер болашақта болатын. Рейден айтпақшы, бәрі енді өз қолымызда. Бұл жақсы жаңалық, солай емес пе? Әкеме тиген залал. Бірақ сол жарақаттан кейін анаммен жолықты. Және сауығып кетті емес пе? Егер бұл жайт қайта орын алмаса, мен тіпті туылмайтын да едім. Джеки, айтып тұрғандарың уақыт әлеміне байланысты әзілдер ме жоқ па түсіне алмадым. Бірақ сен бұл әлемге қажетсің. Сенің туылуың бекер болмаған. Солай деп үміттенем. Шансюнның аралы. Міне, тағы да осындамын. Соңғы рет бұл жерде болғанымда, мына адамдардың бәрі жас болатын. Құдды бір бәрі кеше болғандай. Шамасы бұл орын Шансюнмен бірге өлген-ау. Жасырын орын екен деп сескенбей, толық құрамды алып келуіміз қажет еді. Меніңше Рейден жан құдығы жайлы қателескен сияқты. Бұл жақта бұдан артық бірнеше белгі. Нақты нешеу? Екеу. Бірақ бірі үлкен жылдамдықпен бізді айналшықтап жүр. Рейденнің осында адам жіберетіндігін Кроника білген еді. Мынаны маған қалдыр. Жер асты әлемінде көмілгенің аз ба, әлде таяқ жеген ұнай ма? Бұл жолы тек сен және мен ешқандайды қамалмен көмкеру деген болмайды. Қатты қиналдың ба? Тіпті елестете де алмайсың. Тура алдыңғыдай тағы таяқ жедің.
Шиноктың атымен. Қане, тұрыңдар. Кроникаға кедергі жасай алмайсыңдар. Кедергі, біз оны тоқтатамыз. Рух шұңқырынан аулақ жүріңдер. Эх, Джакс, өзіңді сонша мықты санайсың ба? Сендель сені оңай өлтіргені есімде. Мына жасылдағы әйелмен өзім айналыссам. Бұрын жақсы мен жаманның не екенін білушең. Ал енді Кроника мен Шинок миыңды әбден улап жіберді. Рейдінді құптап, Шаукаңа қарсы шықтым. Ақыр аяғы өліп тындым. Асықпаңдар, сендер де сол жолда келе жатсыңдар. Рейдінің жағында шайқасқаныма өкіне қоймаспын. Бұлармен көңіл көтеріп болдық. Енді Рейдін айтқан құдыққа барайық. Ол мына жақта. Мынау Гороның үңгірі емес пе? Бақытымызға орай Горо жоқ. Бір кездері Шансун мен осында қамап қойған еді. Бұл жерге қайта ораламын деп еш ойламаппын. Рух құдығы қайда екені есіңде жоқ па? Нақты қай жерде екендігі есімде жоқ. Ауыр соққылар алғанмын, және бүкіл жер тұман болып тұратын. Меніңше, осы сияқты. Бұл тәш Кроникаға тиесілі екендігіне 5 бакс қоямын. Құдықтағы жандарды сорып жатыр. Біреу келмей тұр, мына затты алып тезірек кетейік. Мынадай дүниені қорғаушысыз қалдыра қоймас. Мен осындамын. Сен кімсің тағы? Күңгірт ажал. Тірі күнімде мені Бихан деп атаған. Сен туралы мүлде естімеппін. Алғашқы Сабзиро, Скорпион бұның түбіне жетіп кек қайтарған. Сосын сүйегін Шансунның алдына келіп тастап кеткен. Бұл жайт жаңа дәуірде қайталана қоймас. Қозғалма, Джеки, өзім қатырам. Әрмак ақымақ екен. Қолыңнан айырғанмен сені өлтіруді ұмытып кетіпті. Бәлкім солай да шығар.
Бірақ мен оңай шағыла жаңғақ емеспін. Сонша әңгіме айтқаныңмен қолыңнан түк те келмейді екен. Қане жылдам, тәжді алып тезірек кетейік. Тоқта, Джеки. Мәс саған ал керек болса. Әкешім, бұл жерде не істеп жүрсіз? Сұрамаса да белгілі сияқты. Әкешім, сіздің қолдарыңыз Крониканың дүниесіне ұқсайды. Не ойлағаныңыз бар? Сенің бақытты ғұмыр кешкеніңді қалаймын. Бәрінің түбіне жетіп пе? Қателеспе, керісінше бәрін түзеймін. Әр уақытта болдым, қажетсіз іспен де айналыстым. Анаң мені өмірге қайтарды, бірақ мен саған лайықты әке бола алмаған сияқтымын. Не айтып тұрсың өзі? Сен тамаша қыз өсірдің, нағыз мықты сарбазды. Ол сарбаз болмауы керек еді. Мен ешқашан қызымның өміріне қауіпті істермен айналысқандығын қалаған емеспін. Егер мен берілмегенімде, бәлкім сен бақытты өмір сүре алмедің. Бірақ әке, мен сарбаз болғаныма өкінбеймін. Өтінем қызым, маған тәжді бер. Саған зиян тигізгім келмейді. Түсінсем бұйырмасын, бол. Маған қалдыр қызым. Ешкімде әкесіне қарсы шыққысы келмес. Одан да өз-өзіммен күресейін. Ешқашанда сен секілді болам деп ойламаппын. Менің қалай қиналғанымды сен білмейсің. Қолдан айырылу, ол бастамасы ғана. Сенің қалай қиналғаныңды, және әлі де болса қиналып жүргеніңді жақсы білем. Бірақ сатқындық тым артық енді. Әрдайым дұрыс таңдау жасауға болады ғой. Талып қалыпты, бірақ есін жиып қалар. Сен де қалай? Тамаша. Ал сен? Мен де. Бұлай қалдыруға болмайды. Тәжді алып бірге ертіп кетейік. Бұл жерге енді қайтып келмесем, еш өкіне қоймаспын. Айтпа. Ажалдылар. Крониканың тәжі мен қарт Джаксты қайтарыңдар. Сонда сендерге тиіспеймін. Армандапсың. Құдайларды сатып кеткеніңді білеміз, Цетрион. Рейдің бұзған тепе-теңдікті Кроника қалпына келтірмекші. Бәріні Рейдің кінәлі екенін білмейсіңдер ме? Солай болса, солай да шығар. Үлкен құдайға шамамыз келе ме? Кессе Шинокты жеңді емес пе? Әкесінен берілген ерекше күшінің арқасында. Ондай күш әне, қолыңда тұр. Өтінемін, олай жасаудың қажеті жоқ. Зияны тек өздеріңе тиеді. Дұрысы, мен кейей... Талқылауға уақыт жоқ. Тәнің мұнадай күшті көтере алмайды. Қауіпсіздігің үшін шешкенің жөн. Қауіпсіздікті кейін ойлай жатармыз. Ал қазір іске кірісетін уақыт. Кесси бұны естісе, іші ашитын шығар. Сендерге ескерттім емес пе? Ажалдылар бұл тәжді басқара алмайды. Сендерге қастық қылу ойымда жоқ еді. Бірақ бұны өздерің сұрап алдыңдар.
бұл не істегенің? Мейірімділікті қаласаң, тәжді бере кел. Жоқ, болмайды. Беруші болма. Кет бұл жерден. Оның өмірі сенің қолыңда. Ешкім де сендерге зиян тигізгісі келмейді. Өтінем, қызымыздың зардап шегуіне жол бермеші. Құрып кеткір. Ал енді уәдеңде тұр. Әкетай, бұныңыз не? Мені дұрыс түсінші, қызым. Мұның бәрі сенің бақытың үшін. Мен сені жақсы көрем. Кроника бізді күтіп отыр. Түрегел, шайқас әлі аяқталған жоқ. Бұл нағыз жеңіс кілті. Екеуіңе алғысым шексіз. Қандай жағдайда екеніңді білем, Джакс. Әншейінде достарым бұлай қаумалап тұрмаушы еді. Күш біріктірсек, біз әлде қайда мықты боламыз. Мақсатымыз бір, уайымдама. Люкан, Китана, әскер дайын болды ма? Олар ендігі жолда болар. Китана екеуміз ол жағын қадағалаймыз. Тамаша. Өте көп рухтар, үлкен уақыт әлемі. Мына күшіммен көп ұзамай жаңа дәуір басталады. Джекидің айтуына сенсек, оның әкесі жағдайды тым ушықтырып отыр. Я, бірақ әлі бұл ісіне сене алар емеспін. Крониканың бекінісін тауып, оған жете алған күннің өзінде, енді оны жеңу тым қиын болмақ. Бәлкім, Шиноктың тұмарын қолданып көреміз. Олай жасай алмаймыз, Кассандра Кейдж. Ол заттың күшімен барша тозақ әскерін еш қиындықсыз бөзгей алғаныңызды өз көзіммен көрдім ғой. Қанша қаласақ та қара күшке ерік беруге мүлде болмайды. Крониканың үлкен күшінен сескенбей, бекініс табыла сала бірден соққы беруіміз керек. Ұлы шеберлерден мүлде хабар жоқ. Егер олар оралмаса, не істейміз? Оралады. Әйтпесе осымен бәрі бітті. Сөзсіз, мұна әскер бекініске бара жатыр. Бәлкім, бірақ бұлай артық күш жұмсағанша, неге Хароннан көмек сұрамады екен? Барлық кеме Харонның бақылауында. Біз келгелі бірде-бір жүзіп бара жатқан кемені көрмедік. Демек, ол Кроникаға болыспаған. Ендеше бізге көмектесетін шығар. Шамасы Харон үйінде
және шақыртылмаған қонағы бар сияқты. Жер патшалығына қайт, оны тапқанымызды жеткіз. Істі бітірген соң көп ұзамай мен де қосылам. Харонның бізге көмек беретініне сенімдісің бе? Жоқ, бірақ ол біздің соңғы үмітіміз. Кроникаға көмектеспеген шешімге енді қатты өкінетін болдың. Мен ажалсызбын, Дивора. Мені өлтіру қолыңнан келе қоймас. Жауларымызға көмек бере алмайтындай мүшкіл етсем, оның өзі жаман емес. Алдымен Шинок, енді келіп Кроника. Тілеңіз сорлыларды таңдайды екенсің. Мен өз басым үшін әрекет етем. Ал сен Ширай-Рюді құтқара аласың ба? Ширай-Рю мәңгілік. Болмашы ұйымың көп ұзамай жойылады. Мен Ширай-Рюді бұрын соңды болмаған мықты ұйымға айналдырдым. Әлсіздермен қайдағы жоқ біреулерді жинап алып па? Кроника маған бәрін айтқан. Ширай-Рю мына бізсіз ешкім емес. Оны бұлай оңай құра алмайсың. Жаңа дәуірде оның мерейі үстем болмақ. Бұл жайында маған Крониканың өзі уәде берген. Кроникаға сенудің қажеті жоқ. Куан Чи секілді сенің ашуыңды пайдаланып, сені өзіне құл етіп жүр. Егер бұл бұғаудан шығамын десең, мен секілді өз ашуыңа қарсы тұруың керек. Сені босататын уақыт келді. Екеуміз де жақсы білеміз. Өміріміздің мәні Ширай-Рюдің абыройы емес, әйелің мен балаң еді. Олар Харуми мен Сатошиді өлтірді. Менен тартып алды. Оларды қайта көру үшін Кроникаға көмектесіп жүрмін. Осыншама ауыртпашылықтан құтылу үшін мен тозақта болдым. Бірақ Крониканың жаңа дәуірі бұдан шығар жол емес. Кроника Шинокты қалпына келтіреді. Ал ол жексұрын біздің ұйымымыздың түбіне жетпейтініне кімге біл? Мені жақсылап тыңда. Мен Ширай-Рюді қайта құрған кезімде жер патшалығын қорғауға уәде берген. Дұрысы, маған көмектес. Шамасы, Кроника болашақта күнәларың үшін жауап беретінді білген болар. Қазір нүктесін қоямын. Қазір сен өлесің. Рейден алау бағында. Харонның қолын алып, әскерді бекініске жеткізуің керек. Сен жасауың керек. Жасауға тиіссің. Уәде берем. Жаңа Ширай-Рю атына сай ұйым. Оларды нағыз жауынгер ететін қан емес, батыл жүректері.
straight up.